Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен меренгадан және салмасына алма қосылып жасалатын, тәттімен шай ішкенді ұнататын жандарға арналған өте нәзік әрі жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, бір жасағаннан шығатын, өте қарапайым жасалатын пирог. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Яғни дүкендегі сары майларды саламыз. Кез келген сары майды сала берсеңіздер болады. Маргарин қосып жасай берсеңіздер де болады. Одан соң үстіне өлшеп алған қантты қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Қант пен май бірігіп жақсы араласуы қажет. Осы орайда айта кетерлігі, қыздар сары май мен жұмыртқаны араластырғаннан кейін үстіне бірден бір жұмыртқаны салып араластырыңыздар. Сонда теста бірден жақсы шығатын болады. Мен бірден ұн мен қосытқышты салып жіберген екенмін. Одан кейін барып бір жұмыртқаны қосып жібердім. Себебі сары май мен қантты қосар алдын мен жұмыртқа қосуды ұмытып кеткен екенмін. Енді көргендеріңіздей міне жұмыртқаны ұнның үстіне салып жібердім. Бірақ ұнның үстіне салынған жұмыртқа тестаны сәл қаттылау қылып көп біріктірмей қояды. Сол себепті мен сәл ғана қаймақ қосып жібердім. Сонда тестам бір-біріне жақсы бірікті. Сіздер мен айтқандай үстіне қант, сары майды салып, бірден бір жұмыртқаны салып араластырып, содан соң барып ұнмен қосытқышты салып, жақсы жұмсақ қамыр елеп шығаратын боласыздар. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Бір-біріне біріккен өте нәзік қамыр. Келесі салмасын дайындаймыз. Салмасына қантты өлшеп аламыз. Осындай арнайы таразының көмегімен қантты өлшеп саламыз. Отқа төзімді ыдысымызды алып аламыз. Оның үстіне сары майды салып, одан соң алма аламыз. Алманы үйде желмей қалған алмаларды пайдаланып тастасаңыздар да болады. Осылай турап аламыз, кубиктап, кішіректеу етіп, тым қатты үлкендеп те емес, орташа көлемде осындай алмаларымызды кесіп шығатын боламыз кубиктап. Одан соң отқа төзімді ыдысымызды қойып, оның үстіне салынған сары май мен қант пен сары май ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде қант еруі қажет. Осылай бірден араластырып тұрған жөн. Себебі қант болғаннан кейін ол күйіп кетуі мүмкін. Одан соң үстіне көбіктап туралған алманы салып тағы да араластырамыз. Су шыққан бойда бірден корица қосамыз. Бір шай қасық корица қостым. Егер де сіздерге корица ұнамаған болса, онда оны қоспасаңыздар да болады. Осы барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалын қосамыз. Картофельный крахмалы болмайды. Осындай жүгері крахмалын қосқан дұрыс. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде кукурузный крахмал болмаса, онда оның орнына ұнмен алмастырып қосып көріңіздер. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз да, сәл ғана отқа қойып, қоюланған кезде оттан аламыз. Енді форманы жайғастырамыз. Кез келген форманы ала берсеңіздер болады. Менің формам 22 сантиметр диаметрі. Тоңазытқыштан алған қамырды формаға орналастыратын боламыз. Қамырды шамамен жарты сағат немесе асықпаған болсаңыз 1 сағаттай міндетті түрде тоңазытқышта ұстағандарыңыз дұрыс болады. Осылай енді формаға жайғастырып аламыз. Жан-жағының барлығына тегізіп, сіздерде осындай кольцо болмаса, кез келген үйіңіздегі бар формамен жасап дайындай берсеңіздер болады. Енді қыздар, астыңғы жағы, егер сіздерде дұрыс бірікпей жатса, немесе тегіс болмай қалған жағдайда, осылай стаканның көмегімен тегістеп жіберсеңіздер, біркелкі сіздерде форма шығатын болады. Келесі енді дайын болған салманы осы қамырымыздың үстіне орналастырып жайғастырып алатын боламыз. Неке біздің осымен пирогымыздың салмасы барлығы дайын болды. Енді 180 градуста шет жағында корждары қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз пісіп қалды деген уақытта бетіндегі меренгасын дайындаймыз. Меренганы алдын ала дайындап қоймаңыздар. Пирог пісіп қалды деген уақытта ғана
жасағандарыңыз дұрыс. Ақ бөлігі мен сары бөлігін екіге бөліп аламыз. Сары бөлігі ақ бөлігіне кетіп қалмауы қажет. Енді миксердің ақырын жылдамдығымен бастап жоғарғы жылдамдықпен ала отырып, осындай аппақ көпіршік болғанға дейін меренга жасайтын боламыз. Осындай бізде қою масса шығуы қажет. Видеода көргендеріңізде осындай аппақ масса шығады. Мінекей біздің пирогымыз осымен дайын болды. Енді дайын меренгамызды осы пирогтың үстіне орналастырып шығамыз. Үстінен құйып шығамыз. Бетіндегі меренгасын бір тегістеп аламыз. Шеткі жағын барлығына орналастырып, одан соң бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әдемілесеңіз болады. Осылай мен қасықтың көмегімен үстіңгі жағын ала отырып, осындай әдемі узорлар жасадым. Узор жасағаннан кейін 7-8 минутқа ғана беткі жағын қызартып алу үшін духовкаға жібереміз. Духовкадан алғаннан кейін формадан бірден шешіп алмаған жөн, себебі бетіндегі меренгасының барлығы ашылып кететін болады. Сонда түрі бұзылып, көрінісі әдемі емес болмай қалады. Суығаннан кейін алған дұрыс міндетті түрде. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Тәтті мен шай ішкенді ұнататын жандарға арналған өте қарапайым жасалатын, дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирог. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.